бастай беріңіздер. Сен түсіргенді бастада айтсайшы, бастай бер деп не берсейші. Болды, бастай беріңіздер ба? Түсір бастай. Саламатсыздар ма? Мына біз Төле би ауданы Аққұм әкімшілігіне қарасты Аққұм ауылы мен Момынай ауылының тұрғындары мынау Жемқорлыққа қарсы халықтық комитет қоғамдық қорынан құқықтық көмек сұрап келіп отырған жағдайымыз бар. Біздің келіп отырған себебіміз сол Аққұм ауылы мен Момынай ауылына қарасты уақытысында мал жайылымдарын, малға жайылатын жайылымдық жерлерді уақытысында сол Төле би ауданында қазіргі уақытта Төле би ауданының мәслихаттың төрағасы болып отырған Нұрлан Қойбағаров деген азамат өзіне бірнеше жер алған. Сіз өзіңіз сосын келген азаматтарды таныстырып өтсеңіз. Біз мынау Төле би ауданы Аққұм әкімшілігіне қарасты Аққұм және Момынай елді мекендерінен көмек сұрауға келіп отырған жағдайымыз бар. Есімі Момынай елді тұрғыны Қалижан Қашев. Мен қазір Момынай елді мекенінің азаматы Райымбеков Досымхан. Арғы шетінде отырған Аққұм ауылды мекенінен келіп отырған Битұрсынов Ермахан. Мына шетінде отырған Аққұм елді мекенінен келіп отырған деген азамат. Келіп отырған сөзіміз сол екі елді мекенге қарасты мал жайылатын жайылымдық жерлерді сол ауданымыздың, сол өзіміздің Аққұм елді мекенінің азаматы, әрі сол ауданымыздың мәслихаттың төрағасы азамат сол жайылымдық жерлерді уақытысында жеке жіберіп алған. Соның қазіргі уақытқа дейін бірнеше жылдан бері ауыл халқы малын жаямай, және де сол Аққұм елді мекенінен біздің Момынай елді мекеніне өткен канал бар, су келетін. Жаман жарақты канал бар. Сол каналды 3 километрдей жерін туменен қоршап алып, біздің Момынай елді мекеніне су келмей отырған жағдай. Жайылымдық жерлер бірнеше жылдан бері ауызша шағымданып, сол былтырғы 24 жыл мамыр айынан бастап жазбаша шағымданып бірнеше инстанцияларға шағым болатынбыз. Бірақ қанағаттанарлық жауап алғанымыз жетті. Берген жауаптар бәрі сонда алған жауаптар берілді. Сосын сіздерге отырған себебіміз бізге мүмкіндіктеріңіз болса құқықтық жәрдем берсеңіздер деген ұсыныспен келіп өттік. Қареке, мынандай сұрағым бар. Мынау шағымданған жерлеріңізді жаңағы деңгейін айтқан шағымданыңыз. Құдайға, пайғамбарға, президентке. Бірінші жаңағы инстанция бірінші ауылына шағымдандық. Ауыл әкіміне, аудан әкіміне шағымдандық. Одан облыс әкіміне шағымдандық. Облыс әкімінен кейін Қошанов мырза бірақ барлығы бергенде жаңағы жауап Мынау осы соңғы сайлауда 1,5 өте аз. 1,5. Жартылай жарым. Жарым деген емес шығар. Мүгедек деген сөз. Мүгедек депутаттар бар. Соған қуанады. Неге? Оның бәрі өлі депутат болған. Қазір жартылай тірі. Жартылай тірі. Осы уақытқа дейін өлі депутат болған 100%. Соңғы сайлауда жартылай тірі. Неге? Анда мандатный округтар жартылай тірі бар. Ендеше құрметті өлі емес, өліден тірі депутаттар. Сіздерге рахмет. Талай депутаттарымыз бар, біраз нәрселерді көтеріп жүрген. Сол жартылай тірі депутаттарға айтамын. Құрметті депутаттар, әсіресе жерді жертіп жүрген атын атамай-ақ қоямын, өздеріңіз білесіздер.
жер жөнінде шақпылап жүрген, көп нәрсені шешіп жүрген, шеше алмай да жүрген, кішкентай нәрсе үшін соған мәз беріп жүргендер бар. Бірақ бәрібір алға шешіп келатырмыз. Сол депутаттарға айтарым, мына жер кодексінде ауылдың жері деген бөлек тарау бар. Елді мекеннің жері деген 11-ші тарауда. Яғни елді мекеннің сол ауылдың тұрғындарының біреудің бір сиыры бар, біреудің 4 ешкісі бар, біреудің 15 қойы бар, ауылдың шетіне жайылған мүмкіндігін жасау керек. Ол заңмен көзделген, заңмен. Мына заң Құраннан жоғары тұрады, өріп кетсе де. Әйтпесе Құранын да қойып қояр ма? Ендеше сол заңға түкіріп қараған шеттеріне жазалау керек. Оны жазалаудың арасында болады. Біреуін жұмысынан кетіру керек, біреуін басқасы бар. Шара көру керек. Сондықтан, құрметті депутаттар, сіздер ғана тәуелсізсіздер. Неге? Сіздерді халық сайлады, сенді. Енді келесі сайлаудағы сіздерді сайлау үшін сол халық. Әрине президенттің администрацияның ұстатымен болғанын түсінетін шығармыз біз. Осы 30 жылдың ішінде сайлауды қалай өтетінін білеміз ғой. Сондықтан осыған жәрдем қылуды сұраймын. Неге десеңіз, ауылдық жерлерде әлде әсіресе оңтүстік Қазақстанда шіріп кеткендігі сондай. Кеше бір депутат интернетте оңтүстік Қазақстан облысының әкімін мақтап жатыр. Шымкент қаласының әкімін мақтап жатыр. Дұрыс түліктері бар шығар. Бұрынғы түлікке қарап дұрыс дегендігі бар шығар, бұрынғы түлікке. Бірақ кеше Абай атамыз айтқандай, Абай атамыз екен ғой, маған братишка болды, енді тоздырып қалды. Сол братишканың айтқанына қарағанда, міндетті түрде, егер еліңді жақсы көрсең, еліңнің ауруын айту керек. Қайран сөзім қор болды, мына атаңаны қалай тобықтың есіне дейін, өз тобықты. Ендеше, құрметті депутаттар, мынау маған келіп отқан, мен конечно заң шеңберінде бәрін рәсімдеп беремін, жазамын, көрсетемін, қай жерде заң бұзғанын. Сіздер келіңіздер. Сіздерге осы айтып отыр. Целый үлкен ауылдың, Қорғанды бір 3-4 халық бар шығар. Біздің оңтүстікте халық жиі тұрады. Сол Аққұм ауылдық округінің азаматтарының көбісі құлдық сананың негізінде, құлқолында қуады. Негізінде арыздаруға батыл бармай тұрады. Құдайдан сарақ төбе тұратын кезінде депутат болған, қолында белгі орнатып қарсы келіп болмайды. Біздің оңтүстік білесіздер ғой. Біз малға жақынбыз. Соған көмек қылыңыздар. Халықты тірілту бәріміздің мақсатымыз, әсіресе сауатты азаматтардың. Тірілтуге міндетіміз. Халқымыз құлық өткен рас. Құлдық саны сынып кеткен рас. Сондықтан сіздерді сұраймын. Келіңіздер, сұраңыздар, запрос беріңіздер. Алда каникул болады. Мына оңтүстікте бұл емес, бірнеше басқа да тірліктер бар. Именно жер жөнінде. Бірақ көбісі, мына кісілерге мен рахметімді айтамын. Сәл тірлігін көрсетіп отыр. Өздерінің ғана емес, өздерімен бірге отыратын ауылдың қиналып жатқанын көріп отыр. Сондықтан жаңағы әлгі малды бауыздар кезде аяғын сілкейді ғой. Сондай ойыма келіп отыр. Сондықтан мен заңгер есебінде, осы қазақтың азаматы есебінде өлімнен көрім жақын. Көп болса бір 40 жыл өмір сүрген шығармын, 100 келіп. Бірақ өмірдің көбі кетіп қалды. Сондықтан қорықпаймын ешкімнен. Құдайымнан да қорықпаймын. Егер Құдай солардың жағында болмаса. Неге десеңіз, осында әкесізді көріп отқан Құдекеңнің үндемей қалу, бір әдес жағдай істемеу түсінбейді. Сондықтан құрметті депутаттар, сіздер ғана тәуелсіздер. Әсіресе партиядан емес, жеке түскен депутаттар, бір мандаттан түскен депутаттар. Мына, конечно, өздеріңіз білесіздер, кешегі президентіміздің сөзіне қарағанда бір мандатты алып тастаймыз, партияға ғана түсесіздер деп жатыр ғой. Бірақ бәрібір сіздердің кірген партияларыңыз, сіздердің кіресіздер ғой, депутат болғыңыз келсе. Сондықтан немесе түспей қаласыздар парламентке сайлауға. Бірақ бәрібір көмек қылу керек.
Бұл халықта біз бөлініп кете алмаймыз, бәрі біздің халық. Дұрыс. Соңғы 5-6 жылдың ішінде Қазақстанның халқының малға айналған құқығы қорғалмайтындығы. Малдың құқығы қорғалмайтын емес қой. Қайманың. Айтып, мына дамыған елдер, дамымай қалған біз сияқты мешел елдер көрсетіп 3 мәрте резолюция берді. Ол не деген сөз? Мұндай резолюция анау Африка елдерінде де болған жоқ әлі. Оған кінәлі әсіресе қателеспесем 17%, бүкіл Қазақстанның халқының 17% тұратын оңтүстік Қазақстанда. Қазіргі бұрынғы оңтүстік Қазақстан қазір Түркістан облысымен ішіме қарас деп аталады. Сондықтан көмек қылыңыздар. Әсіресе мына менің еліме, оңтүстік Қазақстанның халқына, қасиетке етіп қалған халыққа, құлдық терең кіріп кеткен халыққа көмек қылыңыздар. Мына кісілердің күнкөрісі қиындап, күн көріп отқан 5-6 тоқтысыменен лекс сиыры жайласын жер қалмаған. Ішетін суын бөгіп тастаған. Мен сіздерге міндетті түрде бұны жазып жіберемін. Оған дейін де өздеріңіз осы менің қабырғамда телефоным шықты. Мен бұл кісілерді шақырып аламын. Телефондарын беремін. Шығуларыңызды өтінемін. Рахмет сіздерге. Осы маған арызданып келген Төле би ауданы Аққу ауылдық округінің азаматтарының ісі орнынан қозғалады деген мына жаңа жылдың алдындағы үлкен үмітпенен және сіздерді мына азаматтық істеріңіз үшін жаңа жылмен құттықтап, сол елге тірек болыңыздар, білек болыңыздар, бірігіңіздер, сіздердің мәселеңіз шешіледі деп сендерге. Рахмет сіздерге.